Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін мен өте оңай жасалатын қарапайым заттардан тұратын салат жасаймын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ол үшін бізге жай ғана колбаса, қияр және де жұмыртқа, сыр керек. Осылардың барлығын ұзынша етіп турап аламыз. Сосын барлығын бірге араластырамыз. Кішкене ғана дәміне қарай тұз себеміз. Майонез қосамыз. Кішкене ғана. Мен адамның санына қарай өзімізге лайықты етіп жасадым. Сіздер өздеріңізге лайықты етіп көбейтіп жасасаңыздар болады. Осымен салатымыз дайын болды. Тарелкаға салып, ортасына әдемелеп саламыз. Сосын үстіне сырымызды сүйіп шығамыз. Осымен салатымыз дайын болды. Өте дәмді шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Достар, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, өз ойларыңызды қалдыруды ұмытпаңыздар. Соңына дейін көргендеріңізге рахмет.